Сарыөзек гарнизонында 8 наурыз халықаралық әйелдер күніне арналған мерекелік іс-шара ұйымдастырылып, нәзік жанды әскери қызметшілер мен азаматтық персонал ерекше құрметке бөленді. Айтулы мерекеде гарнизондағы офицерлер, сержанттар мен сарбаздар әріптес аруларды көктемнің шуақты мерекесімен құттықтап, жылы лебіздерін білдірді. Мерекелік кеш Сарыөзек гарнизонында орналасқан Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің ұлттық әскери патриоттық орталығы филиалының көрермендер залында өтті. Іс-шараға әскери бөлімдер мен мекемелердің басшылығы, әскери қызметші арулар мен азаматтық персонал қатысты. Іс-шараның жалғасы көрермендер залында өткен «Ана деген ардақты ат» атты мерекелік концерттік бағдарламамен өрбіді. Концерт барысында әскери қызметшілер мен шығармашылық ұйымдар ән айтып, би билеп, көрермендерге көтеріңкі көңіл-күй сыйлады. Анаға, әйел затына деген құрметті дәріптейтін әсерлі әндер мен қойылымдар көрермендердің ыстық ықыласына бөленді. Әскери ортадағы арулар ең алдымен аяулы ана, сүйікті жар, кәсіби маман және жауапты лауазым иесі. Сондықтан да айтулы мереке қарсаңында абзал аналар мен аяулы аруларға лайықты сый-құрмет көрсетілуі елдігіміздің белгісі. Осылайша Сарыөзек гарнизонында өткен мерекелік шара көктемнің алғашқы мейрамына айналып, әйелдерге деген құрмет пен ізеттің жарқын көрінісіне айналды. Мерекелік кеш барысында әйелдердің қоғамдағы, отбасы мен әскери қызметтегі рөлі ерекше атап өтілді. Гарнизон басшылығы нәзік жанды әскери қызметшілерге адал қызметі мен кәсіби шеберлігі үшін алғыс білдіріп, оларға зор денсаулық, отбасылық бақыт және қызметтеріне табыс тіледі. Жоғарғы беделі әскери қызметте болғаннан кейін жоғарғы беделде